Әй иман келтіргендер, тақуалық етулерің үшін бұрынғыларға парыз қылынғандай, сендерге де ораза парыз етілді. Рамазан айында ораза ұстау мұсылманның 5 парызының бірі. Рамазан айы жаңа туған аймен басталып, келесі айдың тууымен аяқталады. Балиғатқа толған әрбір мұсылман ораза ұстайды. Оразаны қалай ұстаймыз? Ораза таң сәріден күн батқанға дейін ұсталады. Оразасын ұстағысы келген кісі оразаға арнайы ниет етуі шарт. Сәресі таң намазының уақытына дейін ішіледі. Ол күн шығыстан жарықтың алғаш пайда болатын кезі. Ықтият ретінде белгіленген уақыттан 10 минуттай бұрын ауыз бекітілгені дұрыс. Ауыз ашу ақшам намазының уақытында. Ол күн ұясына батқан кез. Оразаны бұзатын амалдар: әдейілеп тамақ жеу, су ішу, ерікті түрде құсу, денені қуаттандыратын укол қабылдау, әрі күндіз төсек қатынасына бару, және тағыда сол сияқтылар. Ал байқамай тамақ, су ішіп қойса, немесе еркінен тыс құсатын болса, ол оразаны бұзбай. Оразадан етеккірі келген және босанғаннан кейінгі тазару мерзіміндегі әйелдер босатылады. Алайда ол Рамазаннан кейін сол күндерінің қазасын өтейді. Оразаға мүлдем шамасы келмейтін кісілер әр күніне бір мұқтажды тамақтандырады. Ауру кісілер, аяғы ауыр немесе емізулі балалары бар әйелдер ораза тұтып тұтпау жайында дәрігермен кеңескені жөн. Сапарға шыққан адамдарға аузын ашса рұқсат. Кейін әрбір күніне бір күннен қазасын өтейді. Оразаға қатысты басқа да әр түрлі жағдайларға жолыққан кісі ол туралы мешіт имамдарынан, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мамандарынан сұрап отырғаны дұрыс. Ауызашар алдында дұға жасаған абзал, себебі ол кездегі сұралған дұға тілек кері қайтарылмайды. Ауызашар дұғаларының бірі: шөл қанды, құрғаған тамырлар дымқылданды, және Алла қаласа сауапқа кенелді. Ауызды құрмамен, сумен немесе кез келген тағаммен аша бересіз. Рамазан айында құптан намазынан кейін тарауих намазы оқылады. Ол 20 рәкағаттан тұрады. Тарауих намазы сүннет. Сондықтан шамасы келген мұсылман соңына дейін қатысып, толық аяқтап қайтқаны абзал. Себебі хадисте намазды имамымен бірге толық атқарған адамға түннің жарымына дейін намаз оқыған адамның сауабы жазылады делінген. Рамазан айының соңғы 10 түні, әсіресе 21, 23, 25, 27, 29 тақ күндері қасиетті қадір түні болуы ықтимал түндер. Алайда 27 түн көбірек үміт күтілетін түн. Бұл түндердегі дұға намаз секілді құлшылықтар 1000 ай жасаған ғибадаттан артық. Ескерту: шариғатта түндер күндізден бұрын жүреді, яғни кештің батуымен келесі күн басталады. Сол себепті алғашқы тарауих намазы ауыз бекітетін күннен бір күн бұрын кешке оқылады. Рамазан айында пітір садақасы беріледі. Ол жанұя мүшелерінің әрқайсысының атынан белгілі бір мөлшерде шығарылады. Оны ақшалай немесе бидай, күріш секілді құрғақ тамақпен берсе де болады. Пітір садақасы айт намазына дейін беріліп бітуі керек. Айт намазы айт күні күн шыққан соң мешітте жамағатпен оқылады. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.